Саламатсыз ба, Гаухар Ниязқұловна? Бүгінгі біздің сабағымыз көк бауырдың топографиясы, көк бауырдың құрылысы, иммунды жүйенің шеткі мүшелері, иммунды жүйенің орталық ағзасы. Жалпы, енді иммунды жүйе дегенге тоқталып кететін болсақ, иммунды жүйе дегеніміз барлық лимфоидты организмдер мен организмдегі торшалардың жиынтығы болып саналады. Ерекше иммундық қорғаныс механизмдеріне жауапты. Иммунды жүйе сүйектің қызыл кемігі, лимфа бездері, айырша бездер және де көк бауыр, сондай-ақ тыныс алу, ас қорыту жолдарындағы топталған лимфоидты ткандерді кіргізуге болады. Жалпы иммунды жүйе ең басты мүшесінің қызметін әртүрлі лимфоциттердің субпопуляциялары және де лимфоциттердің кейбір тармақтары атқарады. Олар макрофагтармен қосылып, иммунологиялық жауап негізі антиденелер түзу және сезімталдығы күшейтілген лимфоциттердің жиналуын қамтамасыз етеді. Бұлар бөтен антигендерді таниды, қорытады және де жойып отырады. Жалпы иммунды жүйе шеткі жүйе және де орталық жүйе болып екі түрге бөлінеді. Иммунды жүйенің шеткі мүшелеріне бадамша бездер, лимфа түйіндері, көк бауыр, соқыршек және тағы басқаларын жатқызуға болады. Жалпы енді көк бауырға тоқталатын болсақ, латынша лиен деп аталады. Ол қантамыр және лимфа жүйелерінің негізгі ағзасы болып саналады. Ол құрсақ қуысының жоғарғы бөлігінің сол жағындағы 9-11 қабырғалардың тұсында орналасқан сыңар мүше болып саналады. Ұзындығы шамамен 10-14 см, ал ені 6-10 см, қалыңдығы 3-4 см құрайды. Ал салмағы болса 150-200 граммды құрайды. Жалпы көк бауырда қан жасушалары түзіледі, әрі уақытша сақталады. Сонымен бірге көк бауырда тіршілігін жойған эритроциттер жиналады. Жалпы енді көк бауырдың екі жиегін ажыратуға болады. Біріншісі тіліктелген үшкірлеу жоғарғысы, ал екіншісі төменгі жайпақ. Жоғарыда аталған шектер бір-бірімен алды-артынан қосылып, екі ұш түзеді, алдыңғы және артқы. Көк бауырдың олардан басқа екі бетін ажыратуға болады. Біріншісі көкеттік бет, яғни көкетпен жанасатын ең үлкен дөңес әрі тегіс беті болып саналады. Ал екінші бөлігі медиальды немесе висцеральды деп атауға болады. Ішке қараған ойыс беті, осы бетінде бойлық ұңғыл орналасады. Ол көк бауыр қақпасы деп аталады. Ол қақпасының өзі висцеральды беті үш бөлікке бөледі. Біріншісі асқазандық, екіншісі бүйректік, ал үшіншісі жиектік бет деп аталады. Асқазандық бетіне тоқталатын болсақ, асқазанның түбірі мен денесінің артқы беттері мен ұйқы бездің құйрығы мен жанасатын бөлігі болып саналады. Ал екіншісі бүйректік, ол артқы жағында орналасқан, сол бүйректің жоғарғы ұшы және бүйрек үсті безімен жанасып отырады. Ал үшіншісі жиектік. Аты айтып тұрғандай, ол жиек ішегінің сол иілімімен көк бауыр байламымен жанасқан көк бауырдың алдыңғы ұшындағы бөлігі болып саналады. Ол жалпы көк бауырдың іш астары мен
интерпериториалды қамтылған болып саналады. Оның бекітуші аппаратына іш тығыршығы, іш астар және де айналасын қоршап жатқан ағзаларды жатқызуға болады. Жалпы сонымен қатар бірнеше байламдар көкбауырдың бекуін қамтамасыз етіп тұрады. Оларға көкбауыр бүйрек, көкбауыр асқазан байламдарын жатқызсақ болады. Жалпы ішектің сол иірімдерін көкетке байлам барып, содан кейін көкбауырдың бекінуіне әсерін тигізетін қалта түзеді де, өзінің алдыңғы ұшымен осы қалтаға келіп тіреледі де, көкбауырдың төмен түсуіне, яғни төмен қарай түсіп кетуіне кедергі келтіріп отырады. Көкбауырдың жалпы көлемі де адамның жас ерекшеліктеріне байланысты өзгеріп отырады. Және де бағана айтып өткеніміздей, көкбауырдың екі беті болады да, ең жалпақ және латеральды жаққа қараған фацис диагматика дөңес және көкетке жанасып жатады. Және де висцеральды ойыс бетінде асқазанға жанасып жатқан алаңның фацис гастрика астында бойлық жүлге хелус лианалис қақпасы бар болып саналады. Ол арқылы көкбауырға тамырлар мен нервтер кіреді. Қақпаның артқы жағында фацис гастрика жатады да, бұл жерде көкбауыр сол жақ бүйрек үсті безімен және де бүйрекпен жанасады. Көкбауырдың алдыңғы шеті жанында оның колонмен және де лигаментум фериниколикум жанасып жататын жері байқалады. Бұл жері фацис колика деп аталады. Көкбауырдың топографиясына келетін болсақ, ол сол жақ қабырға астында 9-11 қабырғалар деңгейінде орналасқан, бойлық бағытта жоғарыдан төмен, ал артқы жақтан алға қарай төменгі қабырғаларға параллельді бағытталған болып саналады. Көкбауырдың екі түрлі орналасу қалпын ажыратуға болады. Оның жоғарғы қалыпта алдыңғы полюсы 8-ші қабырғаға жетеді де, және төменгі қалыпта алдыңғы полюсы 9-ші қабырғадан төмен жатады. Және де іш астар көкбауыр капсуласымен бітісіп өсіп, қақпалардан басқа жерінде, барлық жерінде жан-жағынан жауып жатады. Қақпаның орналасқан жерінде тамырларға қарай иілген, асқазанға қарай өтеді. Ол жерде лигаментум гастрореалянияны түзетін болады. Жалпы көкбауырдан көкетке дейін өңештің кіретін жердің жанына іш астар қатпары лигаментум фериникоколинар созылып жататын болады. Сонымен қатар колон трансверзиум мен іштің латеральды қабырғасы арасында созылған лигаментум фараниколикум бар болып саналады. Және де сол жақтағы 11-ші қабырға аймағында алдыңғы шетімен осы байламға тірелетін көкбауыр үшін қалта түзіп тұратын құрылым болып саналады.
Енді сірлі қабықтардан басқа көк бауырдың серпімді және де бірыңғай салалы бұлшығы талшықтары бар меншікті дәнекертінді қалыпшығы туника фиброза бар болып саналады, және де ол қапшықтан ағзаның ішіне қарай өсінділер түрінде болып келеді де созылып жатады. Көк бауырды жеке бөліктерге бөлетін оның қаңқасын түзеді. Содан кейін ол осы жерде трабекулалар арасында көк бауырдың ұлпасы пульпа ленис жатады, орналасады. Яғни ұлпаның түсі қошқыл қызыл түсті болады да, ал жаңа алынған кесіндіде ақшылдау түсті түйіршіктер лимфатика лианалис көрінетін болады. Олар дөңгелек немесе сопақ пішінді, диаметрі 0,36 мм ғана болады. Олар лимфоидты түзілістер болып саналады. Ұлпа торлы тіннен тұрады да, оның ширлы әртүрлі жасушалық элементтерімен, лимфоциттермен, лейкоциттермен, көбісі ыдырай бастаған пигмент түйіршіктері бар эритроциттермен толып отыратын болады. Көк бауырдың қызметі. Жалпы ол лимфоидты тінінде иммундық реакцияларға қатысатын лимфоциттер болады да, ол жерде ұлпада тіршілік мерзімі біткен формалық элементтердің бір бөлігі жойылып кетеді. Ал бұзылған эритроциттердегі гемоглобиннің темірі веналар арқылы бауырға барады да, сол жерде ет пигменттерін синтездеуге қажет зат ретінде жұмсалып отырады. Одан кейін осы кек бауырдың нервтендірілуі және де тамырларына тоқталатын болсақ, ол жерде ағзаның көлемімен салыстырғанда көк бауырдың артериясының диаметрі ірілеу болып келеді де, және де ол қақпа қасында 6-8 тармақтарға бөлінеді де, әрқайсысы жеке-жеке ағзаның қабатына еніп кетеді. Және де кішкене шашақ пеницилий түрінде топтасатын ұсақ тармақшаларға бөлініп кететін болады. Одан кейін артерия капиллярлары веналық қуыстарға енеді де, олардың қабырғалары болса эндотелийлі синцителийлерден құралатын болады. Бұл синцителийлерден көптеген саңылаулар орналасады да, ол жерде олар арқылы қан элементтері веналық синустарға қарай беріліп отырады. Осы жерде вена бағандары артерия бағандарына қарағанда көп мөлшерде анастомоздар түзеді деуге де болады. Көк бауыр веналарының түбіршіктері ағза паренхимасының көк бауыр аймағы деп аталатын біршама оқшауланған бөліктермен қанды алып кетіп отыратын болады. Одан кейін аймақ дегеніміз жалпы көк бауырдың бір ретті веналарының таралуына сәйкес келетін ағза ішіндегі веналар арасының бөлігі болып саналады, яғни бөліктері. Жалпы аймақ ағзаның тұтас көлденеңінен алып жататын болып саналады. Және де одан басқа сегменттерін бөлуге болады. Сегмент екі ретті венаның таралуына сәйкес келеді де, жалпы көк бауыр қақпасының бір жағында орналасады. Яғни және де көп жағдайда 5-17 аралығында ауытқып отырады да, мөлшері жағынан, яғни. Ал веналық арна 8 сегменттен тұратын болып саналады. Ағзадағы орналасу қалпына қарай олар алдыңғы полюсты, алдыңғы жоғарғы, алдыңғы төменгі, ортаңғы жоғарғы, ортаңғы төменгі, артқы жоғарғы, артқы төменгі және де артқы полюсты сегмент деп бөлінетін болады. Жалпы көк бауыр венасы вена портаға құятын болып саналады да,
ұлпада лимфа тамырлары болмайды. Нервтер плексур коликус пен көкбауыр артериясымен бірге өтіп отырады.